Ассалаумалейкум, құрметті асылдарым, жақсыларым. Біздің қазір YouTube арнамызда сіздер үй алған, автокөлік алған адамдардың бәрін көріп жатсыздар. Барлықтарыңыз сұрайсыздар, неге сіз депутат болмайсыз, неге сіз басқа жаққа жұмысқа бармайсыз деп. Ешнәрсе бітірмейтін, көзін ашып ұйықтап отыратын адам болғаннан осылай жүгіріп жүріп жұмыс жасағанымыз артық деп ойлаймыз. Бізде саясатқа немесе басқа да көзқарастарымыз жоқ, тек қана халыққа пайдамыз тисе деп жүріп жатырмыз. Ал енді өздеріңіздің көптен күткен мына Қызылжар қаласына келдік. Петропавл деп айтуға тіліміз бармайды, әрине, біртүрлі тітіркенетін сияқтымыз. Бірақ енді қазіргі уақытта осы Қызылжар қаласында біздің Аманат Раев арқылы үй алған, автокөлік алған азаматтармен кездесіп жатырмыз. Бұлар өздерінің жүрек жарды тілектерімен сіздерге деген өтініштер бар. Тыңдасаңыздар болды. Үй қалай алып жатыр, не болды, не қойды, барлықтарыңыз бірге тамашалайық. Алып кеттік ал. Қызылжар алға. Саламатсыздар, денсаулықтарыңыз қалай? Үйлеріңіз құтты болсын. Ал енді өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл Қызылжар қаласында да облыс орталығы болғанмен көбісі үйлер осындай совет дәуірінде салынған үйлер. Бірақ енді кеңес дәуірінде салынған деген болмаса, бұл жақтағы үйлердің де сапасы жақсы деп ойлаймыз. Ең басты жылы дейді. Айтпақшы, өткен жолы осы Қызылжар қаласындағы жылу қазандығы құлап қалғанын да білесіздер. Ал енді соның бәріне шыдап отырған халық осындай бетон үйлерде отоплениясы жоқ болса да шамал ғана қызумен отырған білесіздер. Астанада осы азынап кететін еді, өйткені біздің үйлердің бәрі бұндай емес қой сапасы. Бірақ енді көрейік. Ал енді барлықтары пластик терезе салып тастаған, үйдің крышасын құйып тастаған, подвалы сухой. Осындай ғой негізі. Осы ескі үйлерді таңдағанда адамдардың басты мән беретіні. Ал енді құрметті біздің достар, YouTube арнасында көріп отқан барлықтарыңыз осы арнаға жазылып, достарыңызбен бөлісіңіздер, және те үй, автокөлік алам деген азаматтар болатын болса, қандай да осы сұрақтарыңыз болса, біз сіздерге міндетті түрде жауап беруге дайынбыз. Бірақ сіздер Қазақстанда тұңғыш рет бұндай жобаны естіп отқан шығарсыздар. Естімесеңіздер, естімегендерге бөлісіп қойыңыздар. Өйткені олар да естіп біліп жүрсін, каналдан көрсін, жазылсын. Жалпы бізде бақытты отбасы деген осындай кілтіміз бар. Кешеде бүкіл қалаларда беріп келе жатырық. Тура осы бақытты отбасы деген кілтті сізге үйдің иесіне, хозяйкаға беріп қояйық. Ал енді Шатанова Гаухар бұл кісі бақытты отбасы жобасы бойынша 14 миллион теңгеге осы 2 бөлмелі үйді алған екен. Бұл Қызылжар қаласы, енді Петропавл деп жатады кейбіреулер. Бір айта кететіні, бұл үйдің осы тек қана мынандай сертификат қана емес, сонымен қатар қарасаңыздар, бүкіл құжаттардың бәрі қолдарында. Мынандай оригинал тех паспорты бәрі. Және де бұл кісіден ешқашан пенсионный фонд, қайда жұмыс істейсің, не бар, не жоқ деп ешнәрсе сұраған жоқпыз. Бар болғаны бұл кісі келді, кезекке тұрды, Аманат Раев арқылы кезекке келді, үйін алды. Үйді алғаннан кейін қазір біздің андай график береді екенбіз. Графикте 81.700 теңге ай сайын төлеп жатыр осы үйге. Ал мына үйіңіздің құжаттары бәрі қолыңызда, құтты болсын. Бұл үйдің негізгі мақсаты, бұл жобаның негізгі мақсаты сіздер бақытты өмір сүру, яғни пайызсыз өмір сүру, ешқандай қиналмай ай сайын ақшасын төлеу. Үй алатын кезде сіздің миыңызды ешкім ашытпайды. Қайда барасыз, неше табасыз, атыңыз кім, бір жерде алып келдіңіз тағы да деген мәселе жоқ. Оригинал құжат сізде, өйткені сіз ай сайын 81 мың теңгені ойнап күліп жүріп төлейсіз ғой, 100 мың теңгеден арендаға. Досрочно төлеуге әрекет жасаймыз. Иә. Ал енді барлық біздің әлеуметтік желідегі достарымызға бұл кісінің жан айқайын білейік, яғни қуанышын. Өйткені барлық адамдарға бұндай кісілер айғайлағысы келеді, менің үйім бар деп. Сондықтан үйіңіз құтты болсын, баспанаңыз құтты болсын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Бірінші орын Алладан деп есептеймін. Сол сіз арқылы барлығымызға көмектесіп отыр. Сізге көңіл баяға үлкен рахметімді айтамын. Осы 2021 жыл май айында кезекке тұрып, 2021 жыл декабрь айында осы үйге ие болдым. Мың шүкір деп айтамын. Құдайға мың шүкір осы күнге жеткізгеніне. Әрбір Қазақстан халқына осындай үйлі автокөлікті болуына шын көңілден тілектеспін. Өзім осы үйді арай звондап, Шатанова Гаухар, кезегіңіз келді деген кезде жүрегім жарыла жаздаған. Қуанғаннан, как будто не то, что бір үй, как будто бір 10 үй алатын адам сияқты, шынымен мен
қуанышым шексіз болған. Оны қазір может айтып көрсетіп білдіре алмайтын шығармын, но бірақ қуанғам. Одан кейін біз оформить етуге барған кезде тағы бір кісілер болды бізбен. Олардың үй алғанына менің қуанғаным. Кеңдеш мен түсірейін видеосын, мен түсірейін сендердікін деп, мен әрбір қазақ, орыс, өзбек демеймін, әрбір Қазақстан азаматының осындай үйлі, машиналы, тағы да техникалы болғанына өте серіктеспін, қуаныштымын. Сізге үлкен алғысымды айтам. Осы жобаны ойлап тауған. YouTube арнамызда көріп отқан 16-18 жастағы жас жігіттер болатын болса, міне осы кісі айтып отқандай, тек қана сіздерге 50 мың теңгемен кіріп, яғни 50 мың теңгемен договор жасап, ары қарай 5 жылға дейін жинақтауға болады. 5 жыл дейтін себебіміз 5 жыл бойы сіз жинақтасаңыз болады. Яғни сіз одан тез жинасаңыз, тез алып тастауға мүмкіндігіңіз бар. Яғни 30% ақшаны жинақтасаңыз. Мен сіздерге жастарға осы төменге телефондарыңызды қалдырыңыздар, міндетті түрде хабарласамыз. Үй алам деген адам осылай жинақтау арқылы алады. Жастар, уақыттарыңызды өткізбеңіздер. Тем более 16 жастағы балаларға мен айтатын мүмкіндік. Ата-аналарыңызбен ақылдасыңыздар, сосын кейін келіңіздер, үй алыңыздар, автокөлік алыңыздар. Үйленген кезде как раз ешкімнен ақша сұрамай үйлі болып жүресіздер. Үй құтты болсын. Рахмет. Осындай бақытты отбасылардың қатарында сіздер де болғыларыңыз келсе, міндетті түрде каналға жазылып, астына телефондарыңызды қалдырып, мына жақта колокольчикті басып қойсаңыздар қоңырауда, сонда сіздермен біз осындай жақсы жаңалықпен бөлісетін боламыз. Айтпақшы, анау хайп-майптар бөліскенше осындай тиімді нәрселерді бөліскен дұрыс қой. Сондықтан барлықтарыңызға үйлі-күйлі болыңыздар дейміз. Қызылжар, қайдасыздар?